Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 3 мамыр 2022 жыл. Алдыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір туындының мағынасы әруақтық талап деген әңгімемізді жалғастырып келе жатырмыз. Яғни біздің композициялық әрекет сол әлемді тұтастандырып, құрылымдарын анықтап, өзіміздің композициялық әрекетімізді әруақтық негізге талаптарға сәйкес жүргізу болған отыр. Яғни біз әңгімемізді жалғастырған кезде бүгінгі заман, бүгінгі дәуір, адамзат баласы негізгі қауіп, ақылдар мен қотабандардың күресіне келіп тіреліп отқанын айтып келе жатырмыз. Сондықтан да, құрметті әлеумет, әртүрлі елімізде болып отқан жағдайларға қарай, Алматы қырғынынан кейінгі болып отқан саяси оқиғаларға қарай, біршама өзгерістердің, жаңалықтардың болып отқан тілге тиіп етіп келе жатырмыз. Но біздің осы ролигімізде сол еліміздегі өзгеріске ұшырап отқан саяси жағдайларға байланысты болып отыр. Яғни біз оған туралы өткен ролигімізде кезектен тыс жіберіп, өз пікірлерімізді білдірдік. Енді соның жалғасы ретінде бүгінде осы ролигімізді сол арнаға бұрып, яғни еліміздің ата заңына өзгеріс ендіру мәселесі қаралып жатқанда қалыс қалмай мүмкіндігінше өз пікірімізді білдіріп, үлесімізді қоссақ деген талпынысымызды көрсетіп жатырмыз. Құрметті әлеумет, сондықтан да сіздер біздің айтып отырған мәселемізді дұрыс түсініп, ұғынуға тырыссаңыздар деген ойдамыз. Яғни біз өткен жолы мәселеде ата заңға енгізілетін өзгерістер туралы жағдайда өз пікірімізді айттық. Яғни біздің ата заңымыз мазаққа айналмас екен. Тағы да сол жаңағы дәретханалардан көріп жасалып жатылмас екен деген ойымызды айттық. Сондай жағдайға жеткізбес үшін біз ата заңымызға, яғни конституция сондай бір қасиет, киелілік беріп, оны бәрі құрметтейтіндей жағдайда түрде тұратын нұсқа етіп қоюды арман етіп, өз пікірімізді айтып келе жатырмыз. Ол қандай деген кезде өткен жолы айттық. Біз 5 ұсыныс жасадық. Яғни 5 ұсынысымызда егерде сондай ұғым мүмкін болмай жатса, біз қазір қайталап еске түсірсек деп отырмыз.
Ол ұсынысымыздың біріншісі республиканың, яғни Қазақстан атауын өзгерту, Қазақ Республикасы деп, немесе Қазақ мемлекеті деп атауын бекіту мәселесін айттық. Бұл бірінші ұсынысымыз. Екінші ұсынысымыз Қазақстан мемлекетінің негізін қалаушы, яғни деген түсінікке жеке адамның емес, біз онда қазақ мемлекетінің негізін қалаушы тұрғылықты қазақ елі және ондағы 30 жылдан артық тұрақтанған өзге халықтар өкілі деген нұсқаны сөйлемді ендірсе деген пікірімізді айттық. Сол себептен де бұл өте біздер үшін маңызды. Бұл мәселедегі мысалы жеке адамның, яғни даралығына шек келтірмегенмен де оны ата заңға түсіру мәселесін бір жолы, яғни шешеді деп ойлаймыз. Өйткені жеке тұлға ол өзінің тарихы бар, үлгісі бар, ал мемлекет бұл былайша айтқанда мәңгі іргесі қалану керек. Белгілі бір нақты халықтық, адамзаттық үлгілерге негізделіп деген біз оймен осылай тұжырып отырмыз. Үшінші ұсынысымызды қазақ мемлекетінің тілі нақты ресми қазақ тілі болса дедік. Қазақ тілі деп жазылса. Яғни, ал бұл да жетер еді. Бірағында өзге ұлттардың үлесін де ендіргіміз келіп отырса, онда қазақ мемлекетінің тілі нақты ресми қазақ тілі, ал ұлтаралық қатынастар тілдеріне қазақ тілінен басқа өзге де тілдер жатады деп бекітілсе. Яғни, мұнда Қазақстан жеріндегі өзге ұлттар тілдеріне бірдей бәріне тегіс, былайша айтқанда тең жағдай туылады. Яғни, мұнда тек орыс тілі емес, қай тіл өзінің мәдениетімен, ғылымилығымен, саясатымен, руханилығымен асып елге көмек тиіп атса, сол тіл өздерінің басымдығын алады деп ойлаймыз. Міне бұл мәселеде, тіл мәселесі де осы ретте шешілсе дұрыстап, онда еліміздегі толқулар біршама басылар еді. Яғни қазақ халқына таңылып атқан ұлтшылдық, дауқостық дейміз ба, былайша айтқанда экстремист, ұлтшыл деген былайша жағымсыз аттардан, күдіктерден арылар еді. Бұл мәселе шешілгеннен кейін қазақ елде өз орнына түсіп, басқа елдер өз орнына түсіп, бұл жерде ешқандай уайымға, былайша айтқанда артық мәселе жасап берілмесе деп ойлаймыз. Бұл да нақты шешілген жағдай болар еді. Сөйтіп, біраз нәрсемізді анықтап болатын едік. Содан кейін төртінші ұсынысымызды айттық. Ол адамның адамдық, әруақтық, рухани болмысын қалыптастыру. Доктринасының ұлттық идеологиялық негізі қазақ мемлекетінің даму бағыты болып табылады деген жазу ендірілсе. Оған қоса әруақ қоғамдық бірлестігі халықтық рухани қозғалыс мәнінде қызмет атқарушы деп бекітілсе деп біз әңгімемізді айттық. Ұсынысымыз жасап отырмыз. Неге олай дегенде, өздеріңіз білесіздер, бұл қазақ сөзінде, қазақ түсінігінде әруақ ұғымы аса маңызды орында. Бұны көп адам түсіне бермейтін ұқтық. Бұған көптеген шабуылдар бұл ұғымға жасалынып жатыр, әртүрлі діни экспансиялық әрекеттермен. Сондықтан бұл ұғым негізі ғылыми үлгісін біз шет жағасын айттық. Бұны аңыздық, яғни мистикалық үлгіден біз біршама саналық, парасаттық үлгіде ұғынуға болатын табиғатын түсіндірдік. Қандай қасиеттерін тұрып, қандай қасиеттердің жиынтығы осы сөздің құрамында топтасқан, яғни кеңістіктік, яғни уақыттық, саналық қуат мөлшерлік бірлестіктерінде қалай құбылыс тауып, орын тауып тұрған айтып, шет жағын түсіндірдік. Бұны біздің роликті тыңдап отырған адамдар жайлап оңар деп ойлаймыз. Болмаса қайтадан қарап, кірігіп, түсінуге тырысады деп ойдамыз. Яғни біз бұл түсінікті біршама
ұғындырдық деп ойлаймыз. Бұл өйткені қазақ айтады, әруақ өлмейді, соқыр көрмейді дейді, мақалаларын айттық. Сөйтіп қазақта бұл сөзді қадірлейтін ерекшелік негіздері сол жаңағы әруақтан аттама, жақсына даттама деген тоқтау сөздері бар. Тіпті болмаса сөзге тоқтайтын қазақ, сөз білетін қазақты сөзге тоқтаған дейміз. Сөзге тоқтамаған кезде бір-ақ нәрсемен тоқтатқан, әруаққа тоқтатқан, әруаққа тоқта деп. Сөзге тоқтамасаң да әруаққа тоқта деп. Қандай тентегі, қандай бұзығы, қандай алпауыты шықса да, әруақты айтқан кезде қарсы қандай жауы болса да тоқтаған. Қарсысының қандай екеніне қарамаған. Міне осындай ұғымдық дәстүрлі үлгісі ар-ұждандық негізге негізделген бұл әруақтық болмысты адамзат баласына ату қажеттігін біз айтып отырмыз. Яғни біздің ата-бабаларымыздың тарихта жойылып кетпеуінің өзі, күшті болуының өзі осы қуаттық үлгісіне, идеологиялық негізіне байланысты. Бұл ұлттық идеологиясы. Бұны билік осы 30 жыл бойы іздеп таппай айтпады ақырында. Өз беттерімен қалып, ешқайсысының аузы бармады айтуға. Бүгінгі жетіп отқан жағдайымыз мынау, Алматы қырғыны. Яғни бұдан ары кете берсек жойылып кету қаупі тұр. Сондықтан да біз өзіміздің негізгі ұғымымызға оралуды жөн санап отырмыз. Яғни бұл түсінікті ендірген кезде біз бұны Халық Ассамблеясы, Қазақстан Халық Ассамблеясының орнына, яғни Қазақстан Халық Ассамблеясы деген ұйымды таратып шығарып жіберу керек те, осы адамзаттық үлгідегі рухани құндылығымызды, яғни бағасы жоқ құндылығымызды, мүліктік емес деп айтып жатырмыз, заттық емес, яғни материалдық емес құны бар, әртүрлі мөлшердегі құны бар. Бұның құны жоқ деп біз айтып отырмыз. Яғни әруақ сөз, яғни жаңағы әруақ десең кем болмайсың, пенделермен тең болмайсың дедік. Бұл тағы сөздердің көптеген тұжырымдары бар. Яғни әруақты жанға жол бер, жақсы адамға қол бер деген мәселені де айттық. Міне осының бәрін айтып отырсақ, бұл қуаттың маңызы шығады. Яғни біз өлгенімізді тірілтіп, өшкенімізді жандырамыз деп отырған адамдар екенімізді айттық. Яғни өлгенімізді рухани тірілту мәселесі тек ата-бабаларымызды ғана тірілту емес, өзге де адамдардың, өзге де ұлттардың, өзге де нәсілдердің ата-бабаларының рухани тірілу мәселесін біз көздеп отырған адамдарымыз. Бәрі бір келіп кеңесіп шешкенде қандай ақиқат шығады деген кезде барлықтардың аңсаған арманы өмір сүру болған еді. Яғни бір ақиқат, өліммен күресу ақиқаты шығады. Өлім шындық, сонымен күресу ақиқат, яғни өліммен күресу ақиқаты шыққанда бұл жерде барлық адам біру, жан иесі бірігудің қажеттігін көрсетіп тұр. Бүгінгі әруақтық дәуірдің басталуы осындай рухани бірлестік негіздерін алға тартып тұр. Бұны біздің ата-бабаларымыз ешқашан ұмытпаған. Яғни тарихта атауларымыз, бірлестігіміз неше өзгерсе де сақ, ар, сақ, ғұн, үйсін, ғұн, түркі, төргі, яғни қыпшақ, мұңқол, Шыңғысхан, бүгін қазақ болып отырсақ, бәрі өзгеріп, бұл түсініктің бәрін халықтың негізгі болмысын жоғалтпай отырған осы әруақтық қуат, көзге көрінбейтін рухани қуаттың үлгісі. Яғни бүгінде біз бұны батыл айтып отырмыз, біздің сөзімізден ұқтыңыздар, әруақтық қуат бүкіл адамзат баласының өркениетін жетектеп келе жатқан бір нақты саналық қуат үлгісі, дүние деп, құбылыс деп. Міне сол қуат үлгісін біздің ата-бабаларымыз дәл тауып дәл айтқаны, сондықтан бұл сөз басқа тілдерге аударылмайды. Бұл тек қазақтың сөзі. Сондықтан да бұл термин болып ену керек. Ата заңға да кіру керек, ғылымда түсініктерге, философиялық түсініктерге дену керек деп отырғанымыз саяси түсініктерге осы. Яғни әруақтық сана дегенде бұл әртүрлі жаңағы пенде бәсекелестік, бақталастық деген үлгілерді алға тартпайды. Бұл ізгіліктік жолды, ар-ұждандық, әруақтану жолын негіздегі мәселелерін алға қояды. Яғни бұл барлық адамға тең жол ашады деген сөз. Сондықтан да бұл идеологиясы бар, ілімі бар. Болғандықтан бұл үлгіні біз алға тартуымыз керек.
әруақ қоғамдық бірлестігін ұсынамыз дегенде бұл шын әділ бағасын беруіміз керек. Бұл сол кісілердің идеологиялық үлгісі деп ұсыныстар деп қабылдауларыңыз керек. Өйткені бұл идеялы жүргізетін бір нақты мемлекетке тәуелсіз ұйым болу қажет. Мен сол ұйым ретінде біздер айтып отырған жайымыз бар. Яғни бұл рухани елдің адамзат баласының бірлігін күйттеп отырған ұйым деп түсініңіздер. Сондықтан да біз айтып отырмыз, бұл мәселені бүгінге дейін сіздерге таңсық болып тұрған бір адам айтқан емес. Яғни саясатшылар да, философтар да, әдебиетшілер де бұны басқа экспрессиялық қуат күштері басумен ғана, осыған қадалып осыны шұқшып, сол идеологияны жоюмен ғана арпалыспақты. Біранда бұл жойылмайтын қуат міне бүгін өзінің келбетін көрсетіп, яғни біздің аясында отырған типтік адам образын, бәр адамзатқа тән образдық, яғни бейнелік кейіптік үлгіні көрсетіп отырғанынан байқап отырсыздар деп ойлаймыз. Сондықтан да құрметті әлеумет, міне бұл өте кілтипаны үлкен нәрсе. Бұл жерде біз елімізді жаңа болып кетуі мүмкін қауіп-қатер, яғни сақадылардың, жаман экстремистік, өзге идеологиялық бағыттарға беріліп қалған қауіпті топтастықтардың әрекетінен сақтанамыз деп ойлаймыз. Яғни ата заңға кіріккен бұл ұғымды ешкім жоя алмайды. Сол ұғым үлгісінде өзіміздің зайырлық мәнімізді сақтай аламыз деп ойлаймыз. Біз айтып отырмыз, әруақ қоғам бұл рухани мұраттық нұсқасы бар, біранда діни қоғам емес деп. Бұл зайырлы адамдар қоғамы, қуатты адамдар қоғамы. Міне осындай негізді айта отырып, біз жалпы Қазақстанда тағы да бір қоғам бар екенін айтқымыз келеді. Қазақстанда негізі тарихқа негізделіп, ғылыми негізін дұрыс жаңғыртып бағытында жүргізіп жатқан екі қоғам бар деп есептейміз. Біріншісі деп айтатын болсақ, Тәңір ілімі қоғамдық бірлестігі. Олар ұлттық жаңағы үлгіні алға тартып, ұлттық рухани мәдениетті сақтау мақсатында ұғымдар жұмыс істеп келе жатқан. Яғни оны атауына байланысты, оны пантуркизм басқа нәрсеге біріктіріп, ұлттыққа ғана кіріктіріп, дұрыс түсінбеу қаупі елдерде бар. Соның себептен де олай діни бағыттыға ұстанып отырған ұйымдардан көрі, сол ұйымдардың ғасырдан бері үйістіріп, сондай қуатты күштердің барлығын анықтап отырған әруақтық қуаттың өз орнына анықтау маңызды болып тұр. Яғни әруақтық қуат болса, барлығы болады. Сондықтан да біз осы өзіміздің ұсынысымызды осындай мәнде сіздерге қысқаша болса да, емеурінмен болса да, тұспалдап болса да айтып өтуді жөн санап отырмыз. Міне осы екі қоғамнан басқа елде бұл мәселені ауызға идеология мәселесін артып атқан ешкім жоқ. Бәрі көбінесе әлеуметтік, экономикалық, жаңағы саяси мәселелермен ғана шектеліп жатқан ұйымдар. Бұны оппозициямыз, жаңағы билік оппонент, оппозицияда жүрген адамдардың да сөзі бұл мәселеге жолай алмайды, бұл мәселені тоқтата алмайды, діни экспансияға туралы ештеңе айта алмайды, тағы да басқа қауіпті идеологиялық үлгілерге ештеңе айта алмайды. Олар тек қана әлеуметтік мәселе жөнінде, ұлттық мәселе жөнінде, сол шекаралық мәселе, жер мәселесі жөнінде ғана сөздермен тіреліп отыр. Міне осы сол себептен де біздің айтайын дегеніміз осы. Міне бұл идеяның қуаты сол біздің есіміміз тарихта дәуірлеп келіп жойылып әртүрлі өзгеріп отырса да, бұл ұғым өзгерген жоқ. Санада ұрпақтан ұрпаққа беріліп жатқан түсінік, әруақтық қуат. Енді осыған тағы да сіздерге кішкене түсінікті болу үшін бір мәселені тоқтала мысал келтіре кеткім келеді. Мен өткен жолда бұны біздің билік ұсыныс ретінде қабылдамай жатса, басқа жағдайлар туындап жатса, ел қабылдамай жатса деген ұғымда басқаларға шағымдану керек па, басқаларға айту керек па, бізді күдіктенбеу керек па деп мен біраз өз назымды білдірдім. Онда белгілі өркениетті елдердің атауларын атадым. Соның ішінде біранда бір мықты ықпалды топ
қауымдастықты мен айтқан жоқпын. Бірақ та менің өз әңгімелерімде оларды шынары еске салып отырған жайым бар. Түсінген адамдар ұғады деп ойлаймын. Қайтадан болмаса қайтадан қарап роликті басынан аяғына дейін тыңдасаңыздар, ол сәттер айқындалады. Емеурінмен тұспалдап жеткізіп кеткеніміз. Енді қазір осы жерде осы маңызды идеямызды, идеологияны ендіру үшін ата заңымызға мен біршама басын ашып қоюды жөн санап отырмын. Негізі бұл геополитикалық мәселе талқылаған кезде, адамзаттық мәселені талқылаған кезде айтылу керек еді. Бірақ та бүгін маңызды елімізде саяси жағдайға байланысты осы жөнінде тоқтала кетсем деп отырмын. Ол жүйт деген қауымдастық. Жүйтті біздің ата бабаларымыз бұрыннан біліп, сонда есім қойған. Жүйт деген атаудың өзі күшті, мықты деген мағынаны аңғартады. Жүйттер деп. Яғни бұл кім деп қарасаңыздар, уже түсініп отырсыздар деп ойлаймын. Оны басқа елдерге таралу атауы бойынша еврей қауымдастығы деп аталады. Бұл кісілердің мықтылығы сол, біздің ата-бабаларымыз бұрыннан байқап аңғарып отырғандықтан оларға сонда құрметпен іс-әрекеттерін бағалап отырған. Яғни мықтылығы сол, ол кісілер тарихында өздеріңіз білесіздер ыдырап жүрді, бірағында ешқашанда олар өздерінің атауын жүйттігін жойған емес. Сол қалпында болды. Мемлекеті жоқ болып таралып кіріп кеткен кезде олар жойылмады. Міне осы 20-шы ғасырда ғана мемлекеттерін құрып, өзінің ата жұртына тұрақтанып, бүгін үлкен саясатқа еніп, өздерін мойындатып отқан қауымдастық, мықты ұлт. Яғни ол кісілердің даналығы сол, ол қалай жойылмай қалды дегенде, дана ата бабаларының жасаған ілімі негізінде, яғни жасаған рухани негізі жасаған саяси технологияларын іске асыру негізінде жүзеге асты. Нәтижесі міне бүкіл қауымды өздеріне қаратып бағындырып, рухани бағындырып. Яғни тіпті бүгін экономикалық, саяси, мәдени жағдайдың бәрін басқарып отырғанын көріп отырсыздар. Оны айтпасқа болмайды. Себебі бүгін біздің жаңағы айтып отырған әрекетімізді осы кісілер, сол өкілдері, білімді дана өкілдері жақсы түсінеді деп ойлаймыз. Сондықтан да біздің айтып отырған ұсынысымызға олар біліп түсініп отырса, қол шапалақтады деп тағы ойлаймыз. Себебі ақылдылардың арасында ақылды елдердің ақылды ұсыныстары, ақылды, былайша айтқанда, көңілге жөнге санаға қонымды үлгілері әрқашанда бағалана біледі. Ол жерде қолық деген, құлтабандық деген нәрсе жүрмейді деген сөз. Міне осы уақытқа дейін сонда білінбей келген жағдайдың өзін біздің ата-бабаларымыз анықтап кеткен. Яғни дүниенің төрт құбылысынан төрт періште ұшып келіп жолыққан кезде әруақ шырқай көтеріліп, ақиқат ашылады деген. Яғни бұл сөздің тіпті мүліктік, заттық үлгідегіде нұсқа белгісі бар. Оны біз кейін тек қана рухани ұғымда емес, рухани тілде, ал нақты белгілі мүліктік үлгіде көрсетуде аламыз деп ойлаймыз, оны түсіндіреміз. Өйткені ол нысандардың бәрі елімізде бар. Міне осы нәрсені айта отырып, құрметті әлеумет, ол кісілердің мықтылығы сол, бүгінде нені айтып отыр деген кезде өзі түсініп отырсыздар деп ойлаймын. Бұл мысалы бүгінде сіздер әлеуметтік геосаяси жағдайларға үңіле отырып байқап отырсыздар, ең көп халық Қытай елі, содан кейін үнділер деген баға беріп отырсыздар. Негізі олардың бәрінен көп осы мен айтып отырған қауымдастық деп айтар едім. Өйткені бұл кісілердің әскері, былайша айтқанда, рухани, бұлар басқарып отырған әлемінде 5 миллиардтай халқы бар деп айтсақ, қалғанын басқаларға жатса беруге болады. Бұл кісілердің өте ықпалды екенін көресіздер. Міне осындай сәттерде бұл адамзат баласының рухани даму эволюциясының шегіне жақындап қалған үлгіні аңғартады. Енді олардың, сол кісілердің айтып болжаған әрекеттерінің бәрі әлі анықталып жүзеге асады деп ойлаймыз. Өйткені ол кісілер ізгілік негізде сондай жағдайда жасап, иммуниттерін мықты күшейтіп, бүгінгі
дәрежеге жетіп отқан білулеріңіз қажет. Сондықтан да бұл аса ықпалды топта бізді болмаса біздің жаңағы еліміз өз қағынан жерінген тағыдай болып бізді түсінбей жатса, ол кісілер түсінеді деп соларға шағымдануымыз керек деген негізгі сөзімізді де айтқымыз келеді. Бұл жөнінде біздің ата-бабаларымыздың айтып кеткен жөн-жоралғы сөздері бар. Құрметті әлеумет, бұл тарих, бұл тарихтан терең келе жатқан үлкен адамның рухани эволюциялық даму жолындағы былайша айтқанда іздер деп айтсақ болады. Бүгінде біз сол арқасында былайша айтқанда ақыллық пен қотабандықтардың күресінің басталып, енді шегіне жетіп қалғанын айтып келе жатырмыз. Ғасырлар бойы сол күрес жүрсе, енді бүгін осы. Сонымен де біз қазақ елі, яғни өзіміздің мемлекетіміз осы орын бекіткен жағдайда бұның ілімдік үлгісін жасап, біз енді ата-бабаларымыз қайтадан өзінің рухани ұстанымдық құндылығын әлемге паш етіп, тағы да өзін әлемге мойындатады деген ойдамыз. Оған бізде осы ақылды топтар, қауымдастықтар өз септігін тигізіп, бір бейбітшілік, татулық, рухани бірлік, адалдық, махаббат елін осы жер бетіне орнықтырады деген ойдамыз. Сөйтіп, бәріміз бірігіп қол ұстасып, ғарышқа самғаймыз деген сенімдеміз. Құрметті әлеумет, міне осындай бейнелеп айтқандағы сөзіміздің мазмұнын дұрыс ұқсаңыздар деген ойдамыз. Бұл қияли дүние емес, бұл нақты рас іске асыруға болатын жағдай. Міне бүгінгі еліміздегі осы жағдайды біз жүзеге асыруымыз керек. Біз бұл жерде бір адамды тұқыртып, оны шеттетіп лақтыру деген сөз емес. Егер түсініп қарасаңыздар, біздің бір еліміздегі нақты саясаткерлердің бірі айтпай жатқан сөзді сол біздің өзіміздің тұқыртып бүгін сынап жатқан адамымыз айтты. Яғни Нұрсұлтан Назарбаев өз аузымен таразға келген кезде 1999 жылдары әруақтың төңірегінде біріккен қазақпыз деп айтқан айғақты сөзі бар. Міне бұл кісінің барлық былайша айтқанда кемшіліктерін сол ішінде былайша айтқанда түсініп емес, былай кешіріммен қарауға болады. Жартысын халықтың өзі шешеді деп ойлаймыз. Өйткені бұл кісінің сол сөзді айтуы басқа кемшіліктерін мысалы жойып отыр біздер үшін. Өйткені әруақтың төңірегінде біріккен қазақпыз деп айтылу деген сөз бұл енді нақты идеологиялық негізімізді түсініп отқан адамның үлгісін айтты. Бірақ да оған неге қарсы шықты, неге оны дамытпады, идеологиялық қабылдамады дегенде, оны мысалы періштеде жолдан, алтынды көрші жолдан таяды деген мәселе болуы мүмкін. Ол жаңа қотабандардың көрсеткен шеттелде бар жүргендегі ықпалды әрекеттері болуы мүмкін. Соған беріліп қалған бір сыма айтқанда былай әлсіздігі де болуы мүмкін деп ойлаймыз. Енді құрметті әлеумет, біздің ел мықты тұғырына қонсын десек, осы біз айтып отырған идеяны жүзеге асырсақ деген ойдамыз. Құрметті әлеумет, бұл өте маңызды сәт. Барлықтарыңыз атсалысып, өз пікірлеріңізді айтып, өз ұсыныстарыңызды билік басына жеткізе берсеңіздеріңізді қалаймыз. Өйткені ол кісілерде сіздердің қаншалықты піскендеріңізді, қаншалықты жетілгендеріңізді бақылап қарап отыруы мүмкін. Агар да осында бір ауыздылық көрсетіп, оғымызды әрқайсымыз өз ұсынған ұсынысымызды дәлелдеп айта алсақ, онда біздің елімізде демократиялық үлгілер орнығып, адамдық үлгіге ауысады деп ойлаймыз. Яғни ақылдылардың жеңісі содан басталады. Яғни бұл ісіміз, бұл идеямыз қабылданған күнде біздің жаңа Тоқаевты, президент Тоқаевты кінәлап атқан оның кемістік әрекеттері де былайша айтқанда ұмытылады, кешірілетіндей жағдайға жетеді деп отырмыз. Өйткені бұл маңызды сәт. Біз ата-бабаларымыздың жаңағы ата заңымызды 50 жылда, ел жағы 100 жылда қазан деп айтса да тұрақты тұрып, осы әруақты ұғыммен бірге жасасып, мәңгі өлмейтін жағдайға жеткізсек, тіпті онда бақытты ұрпақ болатынымыз сөзсіз. Құрметті әлеумет, агар да ата-бабаларымыз, әрқайсыларыңыздың осындай үлгіде, осындай абыройға ие екенін түсініп,
қарасаңыздар, біз сіздердің барлықтарыңыздың жайларыңызды күтіп отырған адамдармыз. Яғни сіздердің жеке бастарыңыздың пайдасы осы халықтың пайдасына шешілуі тиіс. Әрқайсы әлеуметтік топтардың әлеуметтік топқа айтып отырмын. Сол халыққа тиген пайданың үлесі ішінде сіздердің де пайдаларыңыз болады. Ешқандай қам жемеулеріңізді сұраймыз. Құрметті әлеумет, біздің айтайын деген бүгінгі әңгімеміз осы. Әлі де біз тереңдеп бұл әңгімемізді жүргізе береміз. Тек қана сіздер әлі уақыт бар, нақты шешімін қарап, өз қақтарыңыздан жерінбей, өз рухани болмыстарыңызға табиғаттан берілген, яғни жаратушы иенің күшімен берілген саналық қуаттарыңызға оралсаңыздар дейміз. Шығармашылық қабілеттеріңізді арттырсаңыздар деген ниеттеміз. Сонда бізге болашақ ұрпақтарымыз алғысын айтатыны сөзсіз. Елімізде, жерімізде, әлемде бейбітшілік орнасын, жан иелері аман болсын. Рахмет. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.